Сізді айтып отырмын да, тартып отырмын ғой. Мынаны ішіңіз шағызат азалады. Бауырыңыздың бәрін шектегі шлактарды тазалайды. Еще деталға арықтайсыз, и бетіңіз тап-таза болып шығады. Алла бұйырса, енді Аллаға ем беретін. Еш қорықпайсыз. Очистка ішіңіз дедім. Сонымен қазір бір рет результатын ұқтыңыз, да? Бір-ақ рет очистка іштіңіз. Иә, бір рет іштім. Беті кәдімгідей таза қылған. Одан басқа қандай өзгерістер? Еще вес тастадым 5 килограмм, как будто объем кетті сразу, как будто 10 килограмм вес тастаған сияқтымын. Енді осы витилиго бар ғой, мына көрініп тұр ғой бірінші видеода. Сол мына жерге дейін витилиго болған, солар мына азайып жатыр, Құдайым бұйырса. Жақсы результат. Я довольна, так 2 рет өтсем, жақсы результат болады. Прям мынауларда кішкене не болып қалған, мына ше. Қарайып жатыр, мына жерлер вообще аппақ болады тұғын еді, мыналар қарайып өзім. Бала сияқты қампытеп алса қызыл-қызыл болып тұрады ғой, страшно енді. Вообще қызыл-қызыл, сіздер білесіздер, ол қызыл бір жағы, екінші жағы 24 жыл мені витилиго басталды. Көрініп тұрмын, мына. Витилиго деген ауру қандай ауыр білесіздер ма? Сен денең қара бола ма, ақ бола ма, сары бола ма, бір түсті болған қандай жақсы. Мен бірінші осы жерге келгенде бетіме маска тағып келгенмін. Анау қарын деген, не деген қарын, шамал қимылдаса көресіздер. Мен мынау пятиэтапканы іштім. Пятиэтапканы ішкенде бір апта іштім. Бір аптаның ішінде 5 килограмм вес тастадым. Сразу бетім жөнделіп, әдемі болып бастады. Қызыл кетіп бастады. Әрі шақып алғандай страшный болады тұғын бетімді. Сол кетіп бастады. Одан как будто 10 килограмм вес тастадым. Объем кетті сразу, менде объем кетті. Бір фигурам шығып бастады. Енді өзім 120 килограмм болғам, 115-ке түсіппін. Бірақ как будто 10 килограмм вес тастадым. Ол, ладно, жарайды. Витилиго мені мынау ағарып кеткен жерлерім қарайып бастады. Витилиго это страшно. Сіздер білесіздер, мынау обществода өзімді тартып тұратұғын едім мен, как будто бір ойлайды ғой, мен бұрын ойлайдым, ауылда бір-екі кісі мынандай витилигосы болатұғын едім, мен ойлайтын едім, Құдайдың қарғысын алған кісілер деп ойлайды екен мен. А когда мен өзім ауру түскен кезде, мен осындай бір түрлі болғаным, оған қарамай жүгіре берем ғой, сетеуге жүгіре берем, кісілерді шақырам, келеді. Мені білген кісілер Малика деп келе береді. Может, үйленіп қалған шығар, может, бизнес отношения шығар. А второй, третий поколение келгенде мен былай шарфты ораймын да, қолымды шарфты астына тығып алам. Это же страшно, смотрите. Содан кейін бетіме маска тағып алам. У меня грипп, что ли, не знаю, мұрным ағып тұр деймін да. Енді сөйлеймін, солай команда құрылып кетті, но натижа бомба қыздар. Мен печень, поджелудок барлығы жұмыс істейді екен, пятиэтапканы ішкен кезде, полный организмге тәсір етеді екен. Сонымен витилигода результат бар қыздар, мына бетім жөнделді, витилигом қарайып бастады қыздар. Квантовый скачок біздің бизнес деген шын екен. Шынымен квантовый скачок 2 жылдан бері мына енді тоқтап, витилиго тоқтағаны әрі тұрсын, уже қарайып бастады. Мен де Құдайым болса сіздердің ортаңызға келіп, денем бір түсті адам болатұғын болдым. Благодаря біздің компаниямызға, осы компанияны алып келген кісілерге мың алғыс, мың рахмет. Мен сияқты страдать етіп жүрген кісілер көп қой. Денсаулық, біздің байлығымыз. Ақша болса әрі керек болар. Көп кісілерге көмектесейік, мұны витилиго барлық ауруларға көмектесейік. Рахмет.